сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіз. Балалар, қазір бізде сауатты әліппе сабағымыз басталады. Сауатты әліппе сабағымызды ең бірінші бастамастан бұрын барлығымыз жылылық шеңберіне келейік. Кәне, орнымыздан тұрайықшы бәріміз. Шеңберге отырамыз. Және шеңберге қолымыздан ұстаймыз бір-бірімізді. Бұл жылылық шеңберде бізде қыздарымыз көп екен, иә? Ендеше менің қолымда жүрек бейнеленген. Осы жүректі ұстап, біз бір-бірімізбен жақсы сөздер айтамыз, жақсы тілектер айтамыз. Мен мысалы, Сәбина, бүгінгі күнің жақсы өтсін. Сәбина айта ғой. Сен жақсы оқисың. Дариға айта ғой. Ал, ма. Қолымызды жібереміз. Молодец, атыңызды айтамыз. Жақсы. Меруерт, маған не айтасың, айта ғой. Өте жақсы. Өте жақсы. Рахмет, Меруерт. Ендеше кәне барлығымыз үстелге отырайықшы. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Барлығымыз ақылды орындығымызды аламыз. Барлығымыз кәне, барлығымыз енді мына жаққа қарай отырамыз. Сәбинаны жіберелі ғой. Енді қазір бізде сабағымызды бастамастан бұрын кәне балалар орнымыздан тұрайық. Бірінші сабағымызды бастамастан бұрын топқа бөлініп алуымыз керек. Сондықтан барлықтар маған келіңдер. Мұнда келіңдер барлықтар. Барлықтар келіңдер. Екі-екіден тұрап алыңдар маған. Екі-екіден тұрап аламыз. Екі-екіден тұрамыз. Аяру. Екі-екіден тұр. Ләйса, екі-екіден тұрамыз. Екі топқа бөлінеміз. Сондықтан, міне қараңдар. Екі топқа бөлінеміз. Міне қараңдар. Мына екеуі бірге. Сосын, мына екеуі бірге, және мына төртеуі бірге, иә? Енді сендер маған мына қағазды алу керексіңдер. Алыңдар, таңдап алыңдар. Енді бұл суретте сендер не көріп тұрсыңдар? Менде полиция. Бұлардың барлығы бізде не болып келеді? Қалай аталады бұлар? Бұлардың барлығы бізде қалай аталады? Мамандықтар. Ендеше біз қазір сендермен екі топқа бөліп отырамыз, орнымызға отырамыз, екі топқа аламыз қолымыздағы суретті. Орындарына отырыңдар. Екі топ болып отырасыңдар. Және екі-екіден орындарына сурет ұстап отырыңдар. Екі баланың ортасына бір сурет. Екеулерінің орталарына бір сурет. Жай қарықлай орталарымызға қоямыз. Қоямыз ортамызға. Жақсы. Енді қараңдар. Бүгінгі біздің өтетініміз салауатты әліппе. Қосымша сабағымыздан өтетін тақырыбымыз бізде мектеп деп аталады. Мектеп дегеніміз не? Мектеп дегеніміз не? Одан біз есімізге не түсіреміз? Білім. Дұрыс айтасың.
білім алады. Сосын онда кімдер жұмыс істейді? Мұғалімдер. Мұғалімдер. Сосын тағы не болады мектепте? Сүңгілер. Олар кімдер бізде? Ағалар. Оларды не деп атаймыз біз? Оқушылар. Оқушылар. Оқушылар бізде не істейді? Білім алады. Сосын тағы не істейді? Оқиды. Не оқиды? Кітап. Сабақ оқиды. Ендеше сендер алғашқыда мектепке барасыңдар, иә? Сондықтан мектепке барған кезде біз қалай отырамыз? Бізде не болады? Иә, сендерде парта болады. Ал сендердің арқаларында не болады? Сумка болады, иә? Ал сумканың ішіне біз нелерді саламыз? Ручкалар, линейкаларды. Дұрыс. Сосын тағы не саламыз? Қарандаштар. Қарындаштар саламыз, түрлі қарындаштар. Сосын тағы не саламыз? Дұрыс айтасың, дәптер саламыз. Жақсы. Ендеше сендер барлықтар мектепке барғыларың келе ма? Иә. Ендеше біз мектепке барғанда, ода біз кімді кезіктіреміз? Апай деп айтпаймыз. Біз кім деп айтамыз? Мұғалім. Дұрыс айтасыңдар. Мұғалім деп айтамыз, иә? Ендеше біз бүгінгі сабағымыз мектеп жайлы, мұғалім жайлы өтетін боламыз. Сонымен қатар әрбір мамандық иелерін айтатын боламыз. Жарай ма? Ендеше сендер жаңа суретті алдыңдар, әрқайсыларының алтыларында кім айтады дейді не туралы? Кімге не берді? Наргиз айта ғой. Наргиз, сенде кім бұл? Үміт сөндіргісі. Дұрыс. Ясин айта ғой. Ясин. Дұрыс. Дариға айта ғой, сенде кім? Ал, қолында ал. Кім? Ас. Айта ғой, Дария, сен айта ғой. Аспақат. Аспазшы. Сәбин айта ғой. Кім бұл? Шаш. Шаштараушы. Жақсы. Шаштарашы бұл. Шаштарашы ендеше. Шаштарашы, е, әрбір мамандықтың иесінің өздерінің иелері болады, е? Иелері болады әрбір мамандықтардың. Ендеше бізге біреу келе жатқан сияқты. Бірақ білмеймін ол бізде кім екенін. Қазір кәне барлықтар балалар, мұнда қараңдаршы, мұнда қараймыз. Әрбір мамандықтардың иелері болады, е? Қараңдар, бізде кім келе жатыр? Бұл бізде кім? Аяру. Ол не тағып алған? Сүңгі. Иә, Аяру, сәлеметсің бе? Сіз бізге не үшін келдіңіз? Мектепке бару үшін келдіңіз ба? Сіздің арқаңызда не бар? Қолыңыздан алыңызшы, кәне қолыңызға алыңызшы. Бұл бізде не, Аяру? Балаларға кәне көрсетші. Аяру бұл. Аяруда бізде қонаққа келіпті, иә? Аярудың қолында бізде сумка бар. Ал сумкамнан аша қойшы, сумкада не бар екен көрсете қойшы балаларға. Не бар бұда? Аша қой. Бұл не? Қазақша. Қалам. Қалам салды. Иә. Аяру, бұл не? Мені мама берді. Мамасы маған беріп жіберді ма? Аярудың мамасы маған конверт беріп жіберді. Көрейін, бұл конверттің ішінде қандай сөз жазылған екен. Бұл конвертте бізде сөз жазылған екен. Қараңдар. Бұл конвертте мен деген сөз жазылған екен. Ендеше Аяруға айтқан ғой, мен деген бізде нені білдіреді? Не ол мен деген? Кім ол? Айтыңдаршы. Кім? Наргиз, ол мен деген кім? Мен деген кім ол? Дұрыс айтасың. Мен деген кім, Наргиз? Иә, мысалы, әрқайсыларын мен деп сөйлейсіңдер, иә? Мысалы, Аяру не істеді? Мен мектепке барамын деген сөз айтуға бола ма? Болады, иә? Аяру тағы да айта ғой, тағы не бар екен, қара. Тағы не бар екен, қара ғой. Бұл не? Дұрыс айтасың, не бұл? Кітап. Қандай кітап деп ойлайсыңдар? Көрсетші балалар.
жазсын. Қандай кітап бұл? Ертегі кітап. Сосын тағы не бар? Тағы не бар екен көрсетсін. Сызғыш бар. Сосын тағы не бар екен? Қайшы бар. Бұлардың барлығы бізге мектепке керек па? Иә. Сонымен қатар біз тағы да не саламыз? Дұрыс айтасың. Бұның ішінде бәрі бар, қалам да бар, түрлі түсті қарындаштар да бар. Өте жақсы. Аяру бізге қонаққа мектепке бару үшін өзімен бірге нені алып келген? Сөмкесін алып келген. Өте жақсы. Аяру заттарды сумкаға сала ойдап, орнына барып отыра ғой. Өте жақсы. Ендеше қазір біз сендермен осы мектепке керекті құрал жабдықтарды айтайық. Мектепке бізге не керек? Ол үшін ең алдымен мен қазір сендерге тапсырма беремін. Бұл жерде бізде мамандықтар берілген. Осы мамандықтарда бүгінгі біздің өтіп жатқан кім бізде мектепке кім бізде мамандық иесі аты кім деп аталады? Мамандық. Дұрыс айтасың. Мұғалім. Ендеше сендерге мұғалімге бізге қандай заттары керек? Иә, кітап. Ендеше дұрыс айтасыңдар. Мұғалімге керекті заттарды сендер қарындаштармен сызықпен не істеу керексіңдер? Сызу керексіңдер. Жарай ма? Қазір мен сендердің барлықтарына балалар, қазір мен сендерге мектеп жайлы өтіп жатырмыз, иә? Мектепте бізде кім жұмыс істейді? Мұғалім жұмыс істейді. Ендеше мұғалімге бізге қандай керекті заттары бар? Сендер соны бізге не істеу керексіңдер? Сызу керексіңдер. Қоршап сызасыңдар, жарай ма? Қазір мен әрқайсыларына беремін. Енді мұғалімге керекті заттарды қоршап сызамыз. Қарындаштан аламыз кез келген қарындашты. Мұғалімді қоршап сызамыз. Сосын кейін кімді қоршап сызамыз тағы? Мұғалімге керекті заттарды қоршап сызасыңдар. Мынау бізде не? Тақта. Дұрыс айтасыңдар. Тақта. Сонымен қатар мұғалімге бізге не керек? Мынау бізде не? Мынау не бізде? Қалам керек. Сонымен қатар бізде тағы да не керек болады? Мыналар бізде не болу керек? Түрлі түсті қарындаш керек. Және бояулар болады, иә бізде? Сулы бояулар болады. Ал сызыңдар қоршап сызамыз. Қоршап сызамыз, қоршап. Дұрыс айтасың, дұрыс жүргізілген. Қоршап сызсаңдар да болады, стрелкамен қоссаңдар да болады, мұғалімге керекті заттарды. Болдық па сызып? Қазір мен сендерден жинап алайын мамандық иелерін. Өте жақсы қатыстыңдар. Енді қазір біз сендермен осы мамандықтарға байланысты бір ойын ойнайтын боламыз. Мамандық иелерін айтайықшы осы. Мамандық иелеріне біз кімді жатқызып кетеміз? Мамандық иелері.
Қазір бізде ойын мамандықтар иелерін кім жылдам табады екен. Осы топ бойынша ойнайсыздар. 2 топ бойынша ойнайсыңдар. Жарай ма? Екі топқа берем қазір. Екі топқа беріледі. Неге тақсына? Суретке мұқият қараймыз. Бірге істейміз, бәріміз бірге. Жарай ма? Ешкім таласпаймыз. Суретті беремін қазір. Al, бастаймыз да ойынды? Al, бастаңдар, суретті қараңдар. Қараңдар. Кімде жоқ? Бір-бірімізден қараймыз, жарай ма? Екі үстел. Бір-бірімізден аламыз. Орнымыздан тұруға болады. Орнымыздан тұрып қарауға болады. Екінші үстелден барып қарауға болады. Орнымыздан тұрып. Мамандық иелеріне не керек? Мамандық иелеріне кімге не керек? Сол құрал жабдықтарын жапсыру керексіңдер. Қараймыз, сендер мына үстелден қарауға болады, екінші үстел, бірінші үстелге барып қарауға болады. Орындарына жапсырамыз.